Қариялар үйлі жайлы хабарды оқып жатырмын жаңалықтардан, және де осы жұмаға дайындалу барысында осындай бір керемет معلومаттарға көзім түсті. Негізінде исламда, мұсылмандарда ислам гүлденген уақытында қариялар үйі болған ба деген сұрақ. Жауап іздедім осы сұраққа. Кейін сол жауаптарды таптым. Ислам гүлденген уақытында қариялар үйі болған екен, бірақ адамдардікі емес, жан-жануарлардікі. Оларды әл-мәраджул хашиш деп атаған. Әл-мәраджул хашиш түрк тілдерінде осындай жайлау, қартайған, күштен қалған, жұмыстан қалған жан-жануарларды, көз көрмегендерін иелері қиналмасын деп, ислам мемлекеттерінде әл-мәраджул хашиш деген шет-шеті осындай қоршалған жайлау болады. Осы қартайған жан-жануарларды мемлекетке тапсырады. Кейін жануарлар соның ішіне алып кіріп қояды екен. Жануарлар осының ішінде жүріп, осы жерде өмір сүреді. Өлгеннен кейін, егер өліп қалатын болса, сол жерде көмеді, немесе қыс уақыттарында тауларға алып шығады, жыртқыштарға жем болсын деп. Осы тәртіп мұсылмандарға жолға қойылған екен. Бірақ исламда адамдардың қариялар үйі болмаған екен. Ол қариялар үйі болуы бізге намыс, бізге ар. Болған екен қариялар үйі, бірақ жан-жануарлардікі. Мен сіздерге өткенде айтқан едім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дүлдүл деген қашырлары болған. Пайғамбарымыздан кейін имам Али, имам Хасан, имам Хусайм мінген екен. Кейін Мұхаммад ибн Ханафия да мінген екен. Дүлдүл деген қашырларын. Соңында қартайғаннан кейін көзі көрмей қалған екен. Кейін ары-бері қашқаннан кейін, қиналып, ұрынып, арықтарға құлағаннан кейін ансарлардан бірі оны атып алған екен, қиналмасын деп. Мінекей осындай исламда дамыған, осындай орындар ашылған әл-мәраджул хашиш деген. Мінекей исламның гүлдегені, исламның тек адамға ғана емес, жан-жануарға деген мейірімі, құрметі осы дәрежеде исламда дамыған екен, зұлым жасалынбаған екен. Құрметті бауырлар.